Алла тағаланың Әл-Ғаффар есімінің қасиеті. Бүгін біз осы Алланың Әл-Ғаффар есімін зерттейміз. Сот сүресі 66 аятында Алла тағала былай дейді. Раббус самауати вәл арди ва ма байнахумал язизул ғаффар. Ол күллі аспан әлемі мен жердің һәм екеуінің арасындағы бар нәрсенің Раббы. Азиз, бәрінен үстем әрі ұлы, ғаффар, құлдарының күнә қателіктері бастарынан асып жатса да өте кешірімді деп айт. Кім осы есімді жұма намазынан кейін 100 мәрте қайталаса, Алла тағала оның күнә қателіктерін кешіреді. Бұл есімді жарылқау тілеу мақсатында көп мәрте оқыса болады. Ал күн сайын екінті намазынан ия, ғаффар, ифирли деп көп қайталауды дағдыға айналдырған жанды Алла күнәсі кешірілгендердің қатарына қосады. Алла тағаланың ең көркем әрі үміт беретін есімдерінің бірі кешіруші, кешірім беруші, құлдарының күнәларын басқалардан жасырушы деген мағынаны білдіретін Әл-Ғаффар есімі. Әл-Ғаффар аса жарылқаушы, күнә және жаман істерді кешіруші. Бұл дүниеде құлдарының жамандықтарын жасырып, қияметте күнәларын кешіріп, жарылқайды. Раббигфирли, әстағфируллах кешірім тілеу дұғалары мен қазақ тіліндегі ғафу өтінем деген сөздің түбірі осы Алланың ғаффар көркем сипатынан бастау алады. Әл-Ғафур есімі Құранда 91 жерде келген. Әл-Ғаффар есімі 5 жерде келіп, Әл-Ғафир есімі болса Ғафир сүресінің 3 аятында 1 рет келген. Сол үшін де ғұламалардың көп бөлігі бұл есімді атап өтпеген. Бұл 3 есімде өзара жақын мағыналас, жасыру мағынасын береді. Яғни Аллах тағала құлдарының күнәларын жасырушы, артынан азапқа салмайды. Әл-Ғафир құлдарының күнәларын жасырушы. Әл-Ғаффар күнәларын көп жасыру. Ал Әл-Ғафур болса алдыңғы екеуінен де артық. Бұл есімге иман етуде Аллах тағаланың барлық күнәні тіпті тәубе етсе, серік қосудың өзін жасырып жібере алатынына, әрі артынан азап бермейтініне сену керек. Себебі Аллах күнәларды жасырушы, көп күнәні жасырушы әрі өте көп жасырушы. Тым кешірімді, аса жарылқаушы. Тәубені қабыл ететін, күнәларымызды жасыратын, кешіретін, ұят пен күнәдан арылтып, жанымыз тыныш болу үшін Алла ол бізді күнәларымыздың салдарынан қорғайды және қателерімізді түзейді. Аллахтың кешірімі ақиқат және абсолютті. Бұл атау Алланың ең ұлы қасиетіне, шексіз және жан-жақты кешірімге негізделген. Бұл туралы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уә сәллям егер сендер күнә жасамасаңдар, Алла тағала сөзсіз күнә жасайтын жаратылыстарды жаратып, оларды кешірер еді. Муслим 2748, Тирмизи 3539. Бұл хадис күнә жасауға шақырмайды, өйткені Аллах оларды бәрібір кешіреді. Тәубенің ғибадат ретіндегі маңыздылығы туралы айтылған. Қасиетті Құранда былай дейді. Расында мен тәубе етіп, иман келтіріп, ізгі амалдар жасап, сосын тура жолға түскендерді кешіремін. Таха сүресі 82 аят. Араб тілінде ғафара сөзі жасыру, жабу дегенді білдіреді. Алланың Әл-Ғаффарға өте жақын тағы екі көркем есімі бар, олар Әл-Ғафир және Әл-Ғафур. Құранда Әл-Ғафир, Әл-Ғафур және Әл-Ғаффар атаулары бір мағынада айтылады, өйткені олардың барлығы араб тіліндегі Әл-Мағфира кешірім сөзімен түбірі бір. Әл-Ғафур мен Әл-Ғаффардың айырмашылығы мынада: Әл-Ғаффар барлық уақытта барлық құлдарға ортақ мағынаны көрсетеді, ал Әл-Ғафур есімінің үстемдік дәрежесі оның құлдарының көп күнәларының жасырын екенін көрсетеді. Құдіретті. Аллаға мойынсұнбаған адамды Құран кәрімде залим, залум, сондай-ақ заллем деп атайды. Асхаб сүресі 72 аят, Фатыр сүресі 32 аят. Егер адам залим, әділетсіз, заңсыз болса, Алла тағала Әл-Ғафир, кешірімді. Егер адам залум болса, өзіне әділетсіздік жасаса, онда Аллах Әл-Ғафур, кешірімді, мейірімді. Егер адам зәлем болса, көбінесе өзіне зиян келтірсе, онда Аллах Әл-Ғаффар, көп кешірімді, жұмсақ. Басқаша айтқанда, Аллах пенденің кез келген күнәсі мен заңсыздықтарын кешіреді. Егер Алла тағала қаласа, құлына зұлымдық жасаған сәтте-ақ жазасын берер еді. Алла тағала мейірімді және тәубе ету мүмкіндігін берді. Оның үстіне жамандық 6 сағат бойы жазылмайды. Ал егер адам осы уақытта тәубе етсе, оған күнә жазылмайды. Ал тәубе етпесе, бір ғана күнә жазылады. Кешірілмейтін жалғыз күнә Аллахқа серік қосу, ширк. Ал өзіне жалған тәңір таңдаған адам шынайы кешірімге үміттене ала ма? Әл-Ғаффар атауының тағы бір нәзіктігі, бұл атау қолданылған аяттарда Сад сүресі 24 аятта былай делінеді. Сонда Дәуд, бұл сенің жар дегенде, жалғыз саулығыңды өзінің қойларына қосып алмақ болып, саған расында да қиянат жасаған екен. Расында мұндай мал-мүлікке ортақтасып, аралас-құралас болған талай адамдар осылайша бір-бірінің ақысын жеп жатады. Ал иман келтіріп, игілікті істер істейтіндердің жөні бөлік, олар мұндай қиянатқа әсте бармайды. Алайда ондай жандар некен саяқ деді.
Ақырында Дәуіт өзін сынағанымызды түсінді де, бірден Раббысынан кешірім сұрап, иілген бойда сәждеге жығылып, көз жасын көл қылды. Сөйтті де жан тәнімен тәубе етіп, Раббысына бет бұрды. Әрине біз оны кешірдік. Расында ол бізге жақын және ол үшін жақсы үй әзірленген. Сад сүресі 24-25 аяттар. Ан-Ниса сүресі 48 аят. Ақиқатында Алла өзіне серік қосқанды әсте кешірмейді. Ал одан өзге күнәларды істеген құлдарынан қалағанын кешіреді. Кімде-кім Аллаға өзгелерді серік етіп қосса, сұмдық жала жапқан әрі өте ауыр күнәға батқан болады. Әли Имран сүресі 193 аят. Уа, Раббымыз! Расында біз, Раббыларыңа иман келтіріңдер деп иманға шақырған ақиқат жаршысын, Мұхаммед пайғамбарды естідік және естіген бойда оған құлақ асып, иман келтірдік. Уа, Раббымыз! Біздің күнәларымызды кешіре көр. Кінә-қателіктерімізді, амал дәптерімізден өшіре көр және бізді дүние салғаннан кейін, өзіңе жақын болған ізгі әрі кемел мүміндердің қатарына қосқайсың. Ар-Рад сүресі 6 аят. Олар саған, қане, бізді қорқытқан азабыңды тезірек келтірсеңші деп, бастарына жақсылықтан бұрын жамандықтың тезірек келгенін тілейді. Әйтсе де олардан бұрын өмір сүріп лайықты жазасын тартқан күнәһар қауымдар сияқты, ғибратқа толы талай мысалдар шынымен орын алған болатын. Алайда Раббың адамдар қанша жерден зұлымдық істесе де оларға кешірімді. Расында, Раббыңның жазасы тым қатты. Құдси хадисте Алла тағала былай дейді: адам баласы, егер сен маған жер көлеміндей күнәларыңмен келсең және маған ешкімді серік қоспай шықсаң, мен саған сол мөлшерде сауап беремін. Және кешіремін. Құранда да былай делінген. Ән-Нәжм сүресі 32 аятта. Олар кей уақыттарда кішігірім күнә-қателіктер істеп қойса да, үлкен күнәлар мен арсыздық атаулыдан бойларын аулақ ұстайды. Шүбәсіз, Раббың өте кең, кешірімді. Ол сендерді топырақтан жаратқан кезде де, аналарыңның құрсағында шақалақ болған кездерінде де жақсы білетін. Демек күнәлардың жасырылып, толығымен жоғалып кетуінің шарты артынан жақсы амал жасау, шынайы тәубе ету. Ал егер кешірім сұрап қойып, өзі сол күнәнің орнын толтыратын жақсылық жасамайтын болса, онда ол сол іс үшін азапталып барып қана кешірілуі мүмкін, Аллах сақтасын. Осы жайтты есте сақтау керек. Тағы бір ескертпе: ниетім таза, жүрегің ақ болса болды, Аллах бәрін кешіреді деген сөз негізі жоқ сылтау ғана. Әлбетте, жүрек таза болу керек. Бірақ бұл сөзді жиі қайталап жүретін адамдар көбіне бұл сөзді өзіне сылтау етіп, өзін ақтап, бос әурешілікке салынып, намаз оқымауға, ораза ұстамауға бейім жүреді. Ондай жанға жүрегінің ақ болғаны пайдасын бермейді. Құранда да, хадисте де бұған көптеген дәлелдер бар. Құранда тағы бір аятта мағынасы: мүмінді ерлер мен әйелдерді сынаққа салып, тәубе етпегендерге тозақ азабы, от азабы жазылды. Буруш сүресі 10 аят. Құранның осы екі үзіндісінде жаратушы көп құдайшылдар мен күнәһарларға сөйлеп, оларға тәубе, кешірім және мейірім есіктері ашық екенін, егер олар тәубе етіп, күнәларын тәрк етсе, тәубелері қабыл болатынын айтады. Алла тағала тіпті оларға шақыруын күшейтіп, былай дейді. Мағынасы: Мұхаммед, өздеріне шектен шыққан құлдарым, Алланың мейірімінен үміт үзбеңдер. Өйткені ол кешірімді, мейірімді. Зүмәр сүресі 53 аят. Бұл аятта Алла тағала барша күнәларды еш нәрсесіз кешіретінін айтады. Тіпті ширк пен күпірліктен бас тартса кешіріледі. Адам баласы, расында, егер сен менің алдымда бүкіл жер бетін толтыратындай көп күнәмен көрінсең, бірақ менімен бірге ешкімге құлшылық етпей, мені кездестірсең, мен саған бұл күнәлардың бәрін жауып тұратын кешірім беремін. Тирмизи 3540. Алла елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, сахабаларына тәубе ету үшін күндіз-түні мына сөздерді қайталауды үйретті. Аллахумма әнтә рабби ла илаха илля әнтә, халактани уа ана абдука уа ана аля ахтика уа вайдика мастатату, аюзу бика мин шари масанату, абу лака биниматика аля уа абу лака. Би занби фафирли фа иннака ла ягфирус зунуба илля ан. Уа, Алла, сен менің Раббымсың, сенен басқа тәңір жоқ, мені жараттың, мен сенің құлыңмын, күш-қуатым жеткенше саған адалмын. Мен істеген істерімнің жамандығынан саған жүгінемін, маған көрсеткен мейіріміңді мойындаймын және күнәларымды мойындаймын. Мені кешір, өйткені сеннен басқа ешкім күнәларды кешірмейді. Бұхари 6306. Бұл терең мағыналы, жанға әсер ететін әдемі кешірім сұрау. Алланың кешіріміне ие болудың ең жақсы амалдарының бірі адамдарды кешіру, істеген күнәларың үшін өкіну, жақсылық жасау, тіпті жануарларға да мейірімділік көрсету. Жаман қылықтарымызға қайғырып, сізге жүгінеміз. Біз сізге өмірлік сапарымыз аяқталғаннан кейін ораламыз.
Біз сенің жанашырлығыңа үміт артамыз, өйткені сен күнәкар құлға жомартсың. Уа, Алла тағала бізді кешіре көр, дұғаларымызды қабыл ете көр, жақсы амалдар жасауға жәрдем бер.